Сәлем достар, сіздермен бірге Аяла. Бүгін ең нәзік, дәмді әрі тиімді шырша салатымен бөлісетін боламын. Ол үшін 3-4 картоп, сәбіз және 2 штук жұмыртқа қосып, ас қасық тұз қосып пісіріп аламыз. Піскен көкөністерімізді бір-бірлеп үккіштен өткізетін боламыз. Алдымен картоп, сәбіз, 2 дана қияр, одан кейін 2 дана жұмыртқа. Картопты видеода көрсетілгендей етіп 3 бұрышты формаға келтіріп, майонез жағып шығамыз. Үстіне сәбіз саламыз. Айтпақшы, мен майонезді кондитерлік қапқа салып қолдандым. Себебі солай өте ыңғайлы. Ендігі кезек піскен етте. Етті өте ұсақ қылып турау қажет. Әйтпесе дәмсіз болып қалуы мүмкін. Әр қабат біздің сөзімше слойдан кейін майонез жағып отырамыз. Одан кейін қиярды саламыз. Салаттың шеттеріне жұмыртқаны сеуіп шығамыз. Әрлеу үшін киви мен гранадан қолданамыз. Және соңынан жұмыртқаны осылай себуді ұмытпаңыздар. Себебі осылай әдемірек болады. Міне біздің салатымыз да дайын болды. Бұл салат әрбір үстелдің сәнін келтіретіні сөзсіз. Әрбіріңіз дайындап көріңіздер. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Аяла. Қош сау болыңыздар.